Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз марафонымыздың 5-ші күнінің массаж техникаларын жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналымды қолдап кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Бүгін мен сіздерге 5-ші күннің жаттығуларын көрсететін боламын. Менімен бірге болып, менімен бірге қайталап жасауларыңызға кеңес берем. Ендігі кезекте массажды неден бастаймыз? Ол біз бетімізді таза етіп жуып аламыз. Жуып алған соң міндетті түрде массажный май немесе массажға арналған май немесе өздеріңіздің күнделікті қолданатын кремдеріңізді жағып алсаңыздар болады. Қолыңыз жылжып тұрса болғаны. Ендеше кеттік. Біз массажный майды қолыңызға алып, бетімізге әдемілеп жағып аламыз. Асықпаңыз, өзіңізге жайлы қалыпта тұрып жасасаңыз болады. Айта кететін жайт, міндетті түрде алдыңызда айна болсын. Айна ол сізді өзіңізді көруге мүмкіндік береді. Яғни сіз өзіңізді көре отырып жақсы жасай аласыз. Айнаға қараған кезде өзіңізбен бірге жұмыс жасайсыз. Өзіңіздің бұлшық етіңізге мән бересіз. Массаж техникаларын қалай жасап жатқаныңызды өзіңіз қарайтын боласыз. Негізі бұл марафонның басты қалай айтсам болады, мақсаты мендегі сіздерді күніге осындай массажный техникаларды жасауға әдетке айналдырса екен деген ниетпен жасап бастадым. Сіздерге пайдасы тисін деп ойлаймын. Әрине, көбіміз видеоны қарап отырып, кейін жасаймын ғой, кейін көріп алым ғой демей, менімен бірге жасауға кеңес берем. Сол кезде қалай уақыттың өтіп кеткенін, қалай жасап болғаныңызды уже байқамай қаласыз. Сол кезде сіз бірыңғай, қалай айтсам болады, осы неге массажный нені жасап үлгересіз. Күнделікті бір уақыт қосып қойсаңыз жасауға болады. Ендеше кеттік, майымызды жағып алдық. Енді біз массажный техникамызды бастаймыз. Ол бастамас бұрын қолымызды қыздырамыз. Қыздар, міндетті түрде қолымызды таза етіп, жақсылап жуамыз. Өйткені қолымыз бетімізге тигеннен кейін микроб түсіп сөйтіп кетуі мүмкін. Бетіңізде безеулер болатын болса, оны міндетті түрде қалай айтам, ішкі құрылысыңызды тазартып, очищение жасап, сосын бетіңізді емдеп барып, массажный техникаға бет бұрыңыздар. Өйткені массаж техникаларын жасаған кезде прыщиктарды, безеулерді қолмен ұстауға мүлдем болмайды. Қанша жудық деген күннің өзінде микроб түсіп кетуі мүмкін. Енді жаттығуды бастайық. Ол бізде екі қастың ортасын ашу былай. Сіздерге алдыңғы күндердің, марафонның алдыңғы күндерінде айтқан болатынмын. Бұны көрсеткен болатынмын. Бірақ ол қайталау жаттығулары көп болады. Бірақ күнделікті жасауға ол ешқандай да зияны келмейді. Ой, мына күні мынаны жасады ғой, қайталай береді екен ғой демеңіздер. Ол күнделікті жасалатын массажный техниканың тәртібі. Яғни бұны жасаған кезде өзіңізде байқайсыз, результат көресіз. Мына қастың үстін басқан кезде сізде
басыңыздың ауырғаны басылып, қасыңыздың көтеріңкі болатынына сенімдімін. Өйткені бұл жаттығу өте жақсы, және мына жердегі бүйтіп тұратын жаңағы әжімдерді де кетіреді. Әрине бұны жасаған кезде тыныс алып тұруға кеңес берем. Мұрнымызбен аламыз, аузбен шығарамыз. Енді сіздер мен секілді сөйлеп тұрмайсыздар, жасап менімен қайталап тұрыңыздар, бірақ дем алып тұрыңыздар. Мінекей. Маңдайыңыздың ортасындағы сызықты кетірудің мақсатында осы жаттығуды жасайсыз. Мына жерге тұрып қалған су, ауа, тағы не дейміз, соның бәрін осы жаттығу кетіреді. Қолыңызды көтеріп, осылай жасаңыз. Мен мына жақта айнаға қарап тұрмын. Сіздерге қарауға тырысамын мінекей камераға. Енді кейде өзіме қарағанды жөн көрем. Тікелей қарап тұрсаңыз, өзіңізді сезініп, жақсы жасайтын боласыз. Мені көп сөйлейді деп сөкпеңіздер. Сіздерге барынша түсіндіруге тырысып жатырмын. Марафонның шегіне мен де сіздермен бірге бірдей жетіп жатырмын деп ойлаймын. Мен де сіздермен бірге жасап жатырмын. Сондықтан айнаға қарауға тура келеді маған да. Осы жеріңізді жасаған кезде маңдайыңыздағы груз деймі, сол басылып, жақсы көңіл күйде жүретін боласыз. Бұл жерде, мына жердің барлығында мыңдаған нүктелер бар. Ол нүктелер өте біздің денсаулығымызға белсендендірген, ол нүктелерді өте пайдалы. Келесі жаттығу көзіміздің алдыңғы нелерде де болған жаймен немен тартамыз. Осылай. Май кремнің сырғу қалпын сақтаймыз. Қатты тартып, құрғақ болуын нетпеңіздер. Көзді осылай тартамыз. Біз жақта жел болып жатыр. Дауысы естіліп тұрса, айып етпеңіздер. Жел болған кезде біздің үйдің терезелері деп кетеді. Енді сол деген кезде видео түсіріп тұрғаным, енді кешіріңіздер. Так, мінекей бітіреміз осылай. Одан кейін мына бетімізді массаждаймыз. Баламның сабақ оқитын жерінде тұрмын. Каникул басталды бізде. Келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Егер көрген болсаңыздар осы күндері, бетімізді массаждаймыз. Айнаның алдында тұрып та, отырып та жасасаңыз болады. Бар болғаны арқаңызды түзу ұстап, мойныңызды түзу ұстап тұрсаңыз жеткілікті. Өзіңізге де сезіледі, мына жерді уқалаған кезде
бетіңіз егер күнделікті үзбей жасайтын болсаңыз, өзіңізге де сезіледі бетіңіздің тартылғаны, бұлшықетіңіздің қатайғаны. Менде осы менде сіздермен бірге жасап жатырмын ғой, енді өзіме де байқалады. Мінекей мына жерімді басқан кезде алдында мынау мыжым-тыржым болып солай нететін. Қазір ондай ешқандай сезім жоқ. Міне қараңыздар, сіздермен бірге жасап жатырмын. Бар болғаны солай. Қалайсыздар? Бұлшық етті шынықтыру, ол денемізге де солай шынықтырсақ, денеміз қатайып, бұлшық етіміз тығыздалып, жиналып қалады. Сол сияқты бетімізде де сондай бар. Әрине, бұның бәрі тек массажный техникалармен кетпейді. Біліңіздер, ішіңізді, ағзаңызды жылына 2 рет тазартып тұруға тырысыңыздар. Дұрыс тамақтану және суды көбірек ішіңіздер. Мысалы, мен суды азанда тұрғаннан будильник қойып қоям. Жарты сағат сайын жарты стакан су ішіп отырамын. Сол кезде маған ауырлық болмайды, қатты бүйрегіме әсері қатты бітіп бірден бермейді. Суды көп ішіп қойдың деген секілді. Болмаса су сіңбей сөйтіп қалмайды асқазанымда. Жарты сағат сайын су ішіп тұрамын. Ол суды ішкен сайын әрине әжетханаға да көп баратыныңыз белгілі. Бірақ қатты ауырмай, жақсы өзіңізбен немен барасыз. Бетімізді массажап болдық. Енді осыны жоғары көтереміз. Асықпаймыз. Бұл массаждың беттің бұлшық еттері әрдайым айтам, есте сақтау қабілеті бар. Мысалға, бірдеңе жасайтын кезде бізге міндетті түрде есімізге салатын будильник немесе напоминание болады ғой, сол сияқты күнделікті напоминать етіп тұрамыз осыған. Есіне салып тұрамыз бетіміздің бұлшық етіне. Әрине, жастық шақта білінбейді, өтіп кетіп жатады. Ой, сол кезде істемеппін деген секілді, или болмаса бала шағаның қамымен жүреміз, не қыламыз. Бірақ сонда да қыз келіншектер өздеріңізге мән беріп, өздеріңіздің денсаулықтарыңызды мықты етіп, өзіңізге қараңыз. Бастысы өзіңіз жақсы көруіңізде. Өзіңізбен өзіңіз айналысқан кезде рахат сезімге бөленуіңіз керек. Өйткені ол сіз өзіңізге қатты жақсы көріңіз. Мінекей, бетімізді жоғары көтеріп жатырмыз. Ендігі кезекте мұрнымызды асықпай массаждай. Мұрнымызды асықпай массаждаймыз. Осылай мына жерден бастап
сіздерді менімен бірге жасап отыр деген үміттемін. Жалғастырайық. Келесі бізде аузымызды ерніміздің жанындағы бұлшықеттерге арналған. Ол былай алдыңғы марафонның күндерінде көрсеткенмін. Аузымызды жинаймыз. Менімен бірге соңына дейін болсаңыздар, массаж жасап болғаннан кейін, егер маймен жасаған болсаңыз, беттегі майды алып тастау керек. Сол алып тастау құпиясымен бөлісетін боламын. Келесі жаттығу ол бізде мойнымызды тарту. Алдыңғы видеоларда да көрсеткен болатынмын. Жағымызды алдыға қарай созамыз. Жасаған уақытта мына жердегі бұлшықтар талады. Ауырып жатырса, біліңіз, ол дұрыс жұмыс жасап жатыр деген сөз. Және сәл шаңқайын қарап жасасаңыз, өте керемет болады. Және келесі жаттығу ол мына жердегі сүйекті ұстап аламыз. Мына қолымызбен бір, мына қолымызбен бір. Осылай тұрып тартамыз. Тартқан уақытта мына жердегі бұлшық ет тартылу керек. Алдыға, артқа,
мынаның тартылғанын сезіну керексіздер. Мінекей осымен бітті біздің жаттығуымыз. Уәде еткендей, мен сіздерге массаж жасап болғаннан кейін беттегі майды алудың жолын айтамын. Ол салқын суға сүлгімізді салып, салқындатып аламыз да, және сол судағы сүлгіні қаттырақ сығып, сол сығылған сүлгімен бетімізді басып, осылай беттегі майды аламыз. Бұлай сүртуге болмайды. Тек қана басып, салқын сумен басып, мына жердегі майды алуымыз қажет. Ол не үшін десеңіз, бетімізге май қайта жағыла бергеннен кейін потница или безеу шығып кетуі мүмкін. Соның алдын алу мақсатында бетіміз қызған бұлшық етті суыту мақсатында осы салқын сумен майды жайлап осылай басып аламыз. Мен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің есімім Сымбат. Менімен бірге сымбатты болуға шақырамын. Марафонымыздан келесі күнін күтіңіздер. Міндетті түрде видеоларды салып тұратын боламын. Менімен бірге болыңыздар, мені қолдап кетіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, мені рекке шығарып жіберіңіздер. Сау болыңыздар, жарқырап жүріңіздер, әдемі болып жүріңіздер. Лайк басып қойыңыздар маған. Сау болыңыздар.